Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ыдыс жуатын средство дайындаймыз. Бізге ең бірінші осындай ыдыс жуатын сұйықтық қолданамыз. Бір 100 граммдай өлшеп дайындап аламыз. Осындай бос бөтелке дайындап аламыз. Үстінен жаңағы сұйықтығымызды құямыз. Осындай воронка арқылы құйдым. Басқа да әдістермен құйсаңыздар болады. Негізінде бұндай сұйықтық құюға ыңғайлы болғанымен, жаңағы ас содасын, тұзды салғанда ыңғайсыз да болды. Сіздерге басқа жолмен салуды кеңес беремін. Мінекей біраз қасық тұзымызды салдық. Одан кейін біраз қасық уксус құямыз. Енді ас содамыздан 3 ас қасық саламыз. Неге өздеріңіз көріп тұрғандай кішкене ыңғайсыз да болып жатыр. Сіздер кішкентай қасықпен аз-аздап салсаңыздар болады. Енді үстінен суымызды құямыз және қақпағын бірден жабамыз, өйткені уксус пен сода әрекетке түсіп тасуы мүмкін. Ондай кішкене тасу процесі жүруі мүмкін, ештеңе етпейді. Аузын жауып, бір шайқап жібереміз, одан кейін құйып ыдыс жууға қолдана берсеңіздер болады. Бұл средствомен ыдыс жуғанда ыдыстарыңыз жып-жылтыр болып жарқырайды, қара дақтарды жақсы кетіреді, қолыңыз да жұп-жұмсақ болады, және де ыдыс жуатын средстволарыңызды үнемдеудің керемет жолы.